Сәлеметсіздер ме үшінші сынып оқушылары? Бүгін мен сендерге People's Book Smiles 3 оқулығының 80-81 беттеріндегі тапсырмаларды түсіндіріп беремін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Төртінші жаттығу. Listen, point and repeat. Тыңда, қара және қайтала, сосын толықтыр дейді. Яғни бұл жерде сурет берілген, сол суреттерге сөздерді сәйкестендіреміз. Біріншісі visit, келу. Екіншісі jive, су асты жүзу, сүңгуір, си суреті. Үшіншісі discover, зерттеу, и әрпі. Төртіншісі scream, айқайлау, G әрпі. Бесіншісі rock, тас, F әрпі. Алтыншысы каф, үңгір, B әрпі. Жетіншісі footprint, D әрпі, яғни аяқ ізі. Үш жерде сөздердің бәрін сәйкестендірдік. Сонымен төртінші тапсырмамыз бітті. Бесінші тапсырма. Read and complete then match. There is one extra sentence дейді. Оқы және толықтыр дейді. Яғни бұл жерде сәйкестендір дейді. Яғни бұл жерде әріптер, сөздердің әріптері ауысып кеткен, солар туралап жазамыз. Біріншісі, there is a big footprint on the snow. Is it from an animal? Қарда үлкен аяқ ізі қалды. Бұл жануардан ба дейді. Бұл B суреті C әрпіндегі суретке сәйкес келеді. Екіншісі, there is a big calf over there. Do any animals live in it? Онда үлкен үңгір бар, онда жануарлар өмір сүре ма? Бұл D әрпі. Үшіншісі, in the summer visit my grandma and grandpa in Astana. I have a great time there. Жазда мен ата мен әжеме барамын. Мен онда жақсы уақыт өткіземін дейді. И әрпіне қоямыз үшті. Төртінші, I want to be a diver because I love the sea. Мен сүңгуір болғым келеді, өйткені мен теңізді жақсы көремін. Бесіншісі, there is a flower on the rock. Cool. Жартаста гүл бар. Бесіншісі, B әрпіне қоямыз. Сонымен суреттер сәйкестендіріп шықтық. Әріптердің бәрін туралап шықтық. Сонымен бесінші тапсырмамыз бітті. Алтыншы, ереже беріліпті бұл жерде study spot. Яғни past simple белгі етістіктерді id жалғау арқылы өткен шаққа айландырамыз. Яғни visit, visited, stop, stopped, travel, traveled, like it, play, played, study, studied. I visited my cousin yesterday. We didn't stay at home. We walked on the beach. What did you do yesterday? дейді. Алтыншы жаттығу. Read and complete. Оқы және толықтыр дейді. Бірінші. Sultan listened to music last night. Сұлтан кеше түнде музыка тыңдады. Екінші. I traveled to Russia last summer. Мен өткен жазда Ресейге саяхаттадым. Яғни, иди жалғауын жалғадық. Үшінші, Маржан studied for her test yesterday. Маржан кеше тестіне дайындалды. Төртінші, Берік discovered a big footprint in the calf. Берік үңгірден үлкен аяқ ізін тапты. Бесіншісі, they played tennis last Monday. Олар өткен дүйсенбіде теннис ойнады. We all danced of Dana's party. Біз бәріміз Дананың кешінде биледік. Сонымен барлық етістіктерге иди жалғауын жалғап, оны өткен шаққа айландырдық. Сонымен алтыншы жаттығуымыз бітті. Жетінші жаттығу. Look, read and correct дейді. Қара, оқы және толықтыр дейді. Сәйкестендіру керек, яғни бұл жерде суреттер мен сөйлемдер берілген. Бірінші суретте Bella played basketball yesterday дейді. Bella кеше баскетбол ойнады. No, she didn't, she played tennis дейді. Жоқ, ол теннис ойнады дейді. Яғни бірінші суретте теннис ойнап жатыр. Екінші, Bella painted a tree yesterday. Bella ағаштың суретін салды дейді. Яғни бұл екінші суретте гүлдің суретін салып жатыр. Содан no, she didn't, she painted a flower дейміз. Жоқ, ол гүлдің суретін салды дейміз. Үшінші, Bella visited the museum yesterday. Bella кеше музейге барды. Үшінші суретте ол зоопаркте жүр.
No, she didn't. She visited the zoo yesterday дейміз. Төртінші. Bella washed her dog yesterday. Bella кеше итін жуды. No, she didn't. She washed her bike. Яғни ол велосипедін жуды. Төртінші суретте велосипедін жуып жатыр. Bella danced with grandpa yesterday деді. No, she didn't. She danced with grandma деді. Bella кеше атасымен биледі дейді. Жоқ, ол апасымен биледі дейміз. 8-ші жаттығу. Let's play. Кел ойнайық дейді. Yesterday I played tennis. Кеше мен теннис ойнадым. Yesterday I played tennis and football. Кеше мен теннис және футбол ойнадым дейді. Сонымен бүгінгі тапсырмамыз, сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.